Бүгінде көптеген ғалымдар Исаның келуін жоққа шығаруға тырысуда. Алайда, егер олар мұны теріске шығару жолында жүрсе, Исаның көкке көтерілуін теріске шығаруы керек. Мысалы, бас муфти болған Махмуд Шалтут Құранның тура мағынасында Исаның көкке көтерілуін немесе көктен қайтып келетінін көрсететін еш нәрсе жоқ дейді. Исаның көкке көтерілуін жоққа шығара отырып, Шалтут мынадай дәлел келтіреді. Сондықтан да Исаның Алланың алдында көкке көтерілгені анық. Өйткені бұл аяттағы қаралып отырған мәтінде араб тіліндегі рафа сөзі өлім сөзінен кейін келеді. Осыған байланысты бұл Исаның денесінің көкке көтерілуін емес, рухани көкке көтерілуін білдіреді, дейді. Иса әл-Мәсіх керемет бөлек даралыққа ие екендігі Құранда айтылады. Бірақ Махмуд Шалтуттың келтірген дәлеліне сүйенетін болсақ, бұл жағдай Исаның күмәнсіз қайтыс болғанын білдіреді. Егер Аллах оны физикалық емес, рухани түрде көкке көтеріп әкеткен болса, онда Исаның денесі өлуі керек еді. Ислам теологтарының көпшілігі Исаның айқышта өлмегенін айтып, көкке көтерілгенін және әлі де тірі екеніне сенетінін ескеретін болсақ, Махмуд Шалтуттың келтірген дәлелі мүлдем сәйкес келмейді. Ислам теологтары оның көктен түскеннен кейін ғана кәдімгі өліммен өлетініне сенеді. Әркім өлім тататыны Құранда жазылған. Егер Иса көптеген басқа нәрселерде өзінің кереметтілігімен бөлек болатын болса, неге ол өлім мәселесінде ғажайып кереметтілігімен бөлек болмауы керек? Әрбір адам табиғи жолмен туылатын болса, неліктен Иса өзгелерден ғажайып кереметпен дараланды? Иса әл-Мәсіхтен басқа әрбір дүниеге келген балаға шайтан қол сұға алады деп Мұхаммед пайғамбар хабарлайды. Неліктен бұл жағынан да ол бөлек даралыққа ие болды. Әр адам, оның ішінде пайғамбарлар да өз өмірінде қателіктер жіберді. Бұл жағынан қарасақ та, Иса неге басқалардан айрықша артықшылыққа ие? Ешкім жансыз нәрсеге жан бере алмайды. Бірақ Аллах Исаға ғажайып кереметтер істеуге рұқсат етті. Және мұндай ғажайыптарды тек Аллахтың өзі ғана жасай алады емес пе? Неліктен Иса бұл жағдайда да бөлек керемет даралыққа ие? Бұл сұрақтар бізді ойландыруы қажет. Оның өліміне сену немесе сенбеуде әрбір зерттеуші бірінен соң бірі теологиялық теорияны алға тартуды немесе Аллахтың Иса туралы түсіргенін қабылдауы керек. Құранда Иса әл-Мәсіх туралы жиі айтылғанына қарамастан, олар мұны ислам үшін маңызды емес деп санайды. Шалтут былай деп түйіндейді. Исаның көкке денеде көтерілгені, қазір оның көкте Аллахтың жанында тірі екендігі және ақиретте көктен жерге келеді деген пікірді жоққа шығару мұсылманды исламның немесе сенімнің шеңберінен шығармайды. Және бұл ұғымды қабылдамау исламның қандай да бір негізгі қағидасын жоққа шығару дегенді білдірмейді деп санайды. Мұхаммед Захид әл-Каутари сияқты басқа да ғалымдар Зухруб сүресінің 61-ші аятында Исаның көктен түсетіні туралы айтылады деп есептейді. Және бұл аяттың ашық та өте анық екеніне сенімді. Және Құран тәпсіршілерінің көпшілігі бұл ұстаныммен келіседі. Әт-Табари бұл Исаның қайтып келуі, қайта тірілу күнінің мерзімін білдіреді, дейді. Ибн Аббас ал ол Исаның шығуын білдіреді, дейді. Мүжахид ал ол қияметтің жақындауының белгілі белгісі болады. Яғни қияметтің белгілерінің бірі Исаның қиямет күнінен бұрын түсуі болады, дейді. Бұл пікірді Әл-Хасан, Катада, Әс-Судди және Ад-Дахақта қолдайды. Тарик Хашми әлемдердің Раббысы Аллахқа мақтаулар, пайғамбарымыз Мұхаммедке және оның бүкіл отбасына және сахабаларына оның игілігі мен сәлемі болсын. Аллах Құранда Мәрием ұлы Исаның, яғни Иса әл-Мәсіхтің ақырғы күндерде көктен жерге түсетінін хабарлаған деп айтады. Исаның қайтып келмейтініне сенімді адамдар да бар. Доктор Шафаат
Құранда Иса әл-Мәсіхтің қайтып оралуы туралы нақты айтылмаған деп, және Мұхаммед пайғамбар Иса әл-Мәсіхтің оралуына сенуді үйреткен деген мәлімдемені күмәнді деп санайды. Оның пайымдауынша, хадис кітаптарында бұл оқиғаға қатысты бірнеше дәстүрлі қалыптасқан түсініктің болғанымен, ислам пайғамбарынан бұл қалыптасқан дәстүрлі түсініктің бастау алғаны күмәнді. Сондықтан да оларды кейбір ертедегі мұсылмандардың көзқарастары ретінде қарастырған жөн дейді. Сонымен қатар, 19 ғасырдың аяғында Осман дәуірінде өмір сүрген атақты заңгер және теолог Рашид Рида Иса көктен түседі деген анық догма жоқ деп сенеді. Махмуд Шалтут, шынайы да байсалды оқырман, Құранның шын мағынасында Исаның көкке көтерілуі мен көктен қайта түсуін нақты көрсететін еш нәрсе жоқ. Ақиданың негізін құрайтын сенімділік деңгейінде де, тіпті кейбіреулердің ауыз толтырып айтатындай деңгейдегі болжамда жоқ, дейді. Сондай-ақ, тіпті Исаның көктен қияметте түсетініне келісетін ғалымдардың өзі, оның көктен қайта келуіндегі мақсатымен келіспеушіліктері бар. Ол рухани немесе физикалық денеде көктен келеді ме дегенге, олар Исаның көктен түсуі Аллахтың соңғы 3-ші түнінде дұғаны естіп, оған жауап беруі үшін түсетініне ұқсас болады дейді. Олардың пікірінше, Аллах мейірімін танытып, рухани мағынада адамдардың рухани өмірін нығайту үшін Исаны көктен жерге жібереді, дейді. Ал енді әл-Мәсіхтің екінші рет келетініне сенетін ғалымдарға тоқталатын болсақ, 13 ғасырдағы көрнекті ислам комментаторы Әл-Куртуби пайғамбардың ең білімді сахабаларының бірі Абдулла бин Аббастың риуаятына сілтеме жасайды. Ислам ортасында Әл-Куртуби білімнің мұхиты ретінде белгілі. Бұл үзіндіде келтірілген түсіндірмеде Исаның қиямет белгісі екенін растайды. Абдулла бин Аббас өз хикаясында пайғамбардың Исамен түнгі сапарындағы кездескен миғражда, пайғамбар түнгі сапарында немесе көкке көтерілгенде Ибраим, Мұса және Иса әл-Мәсіхпен кездеседі. Олар қиямет мәселесін өзара талқылады. Олар Ибраимнан қиямет туралы сұрады, ал Ибраим ол туралы білмеді. Сонда олар Мұсадан сұрады, бірақ Мұса да бұл туралы білмеді. Содан кейін әңгіме Мәрием ұлы Иса әл-Мәсіхпен жалғасып, Иса, маған уақыт келмей тұрып, белгілі бір міндеттер жүктелді. Бірақ сағаттың нақты уақытын Аллахтан басқа ешкім білмейді, деді. Содан кейін ол жалған Мәсіхтің шығатынын айтты. Ол, мен оны өлтіремін деді, деп айтады. Әз-Замахшари, Әр-Рази және Әс-Суити сияқты ұлы мұсылман теологтары Исаның түсуінің айқын дәлелі ретінде Әз-Зухруф сүресінің 61-ші аятын келтіріп, Исаның көктен екінші рет түсуі шын мәнінде соңғы сәттің, яғни қиямет мерзімінің келуін көрсететін белгі деп есептеген. 1400 жылдан бері расталған Құран мен ертедегі исламның сенімдеріне қазір кейбір соңғы ғалымдар күмән келтіруде. Алайда олардың алдында қиын міндет тұр. Өйткені қолда бар дәлелдер Иса әл-Мәсіхтің екінші рет келуін дәлелдеп қана қоймай, оны қиямет күнінің басталуының белгісі ретінде де көрсетеді. Осы тұста неліктен қазіргі ғалымдар Мұхаммед пайғамбардың сеніп үйреткенін және бұның көптеген ғасырлар бойы маңызды исламдық ілім болғанын жоққа шығара бастады деген сұраққа келесі бейнебаянда жауап беретін боламыз.